Солтүстік Қазақстандық диқандар орақ науқанына білек сыбана кірісіп кетті. Бүгінде аграрийлер 1 миллион гектар бидай дәнді дақылдарын құлатты. Бұл жалпы егістік алқабының 3/1 бөлігін құрап отыр. Орташа гектарынан 14 центнерінен өнім алынуда. Облыс әкімі Ерік Сұлтанов Аққайын ауданында жұмыс сапарымен болып, орақ науқанымен танысты. Леонов шаруа қожалығының жетекшісі Павел Леонов мемлекеттік қаржылай қолдау тетіктеріне жүгініп, жақында Украинадан сүтті бағыттағы 200 бас Галштина фриз тұқымындағы мүйіздері қара сатып алды. Осылайша жеке кәсіпкер компаниядағы малдың санын 700-ге жеткізді. Шетелден жеткізілген тайыншалар 1 ай көлемінде карантинде тұрады. Шаруашылық биыл малға қажетті жемазық қорын молынан дайындапты. В этом году произвели. Осы жолы пішендеме мен шөптің қоры 700 бас ірі қараға жетеді. Жұмысшылар мен ауыл тұрғындарына шөп дайындап бердік. Леонов шаруа қожалығындағы жұмысшылар таңның атысымен алқапта тынбай тер төгуде. Оларда күннің жылылығын пайдаланып, жауапты науқанды мерзімінде аяқтамақ ойы бар. Шаруашылық биыл 3000 гектарға бидай сеуіпті. Айтуларынша егін шығымы жақсы. Танап басындағылар осы күні өнімнің көп бөлігін бастыруға кіріскен. Леонов шаруа қожалығы дизельдік отынмен қажетті мөлшерде қамтылған. Ауа райы оң қабақ танытса, аграрийлер жауапты науқанды алдағы 10 күннің ішінде аяқтамақшы. Осы күні өңір жетекшісі Аққайын ауданындағы басқа да шаруашылықтарда болып, диқандардан бидайдың сапасы мен олардың шығымдылығын сұрады. Күзгі орақ науқаны Полтавская серіктестігінде де қызу жүріп жатыр. Компания еңбеккерлері егінді жинауды тамыздың соңында бастапты. Мұндағылар күніне 1000 гектарды бастырады. Әзірше әр гектардан 17 центнер өнім алуда. Сары алтынды өнімділігі жоғары 13 комбайн бастыруда. Бүгінде 8000 гектардың тең жартысы дестеге түсіріліп, 1,5 мыңы бастырылыпты. Виталий Кельдянкин Полтавская жауапкершілік шектеулі серіктестігінде 15 жасынан бастап жұмыс істеймін дейді. Хватает у нас техники. Қазіргі техникалар жақсы. Ауа райы бір қалыпты болып тұрғанда егінді ертерек жинап бітірген дұрыс. Жағдайымызды жасап жатыр. Күніне 3 рет тамақтанамыз. Қолға алатын жалақы да жаман емес. Осы жерде облыс әкімі Ерік Сұлтанов диқандардың жұмысына жақсы бағасын беріп, жауапты науқанға қанша адамның тартылғандығын сұрап білді. Постоянно работает 125 человек. 125 человек. Это круглый год работающие люди. Да. Годовой оборот какой вот в этом году? Где-то под миллиард будет у нас оборот. Миллиард. И животноводство. Ну, живот только раскачивается. Сколько вы молока сдаете? Сейчас где-то 2 тонн в день даем. Ну, у нас растет идет, у нас декабрь, ноябрь, год растет. Где-то в плане 350-400 годов доить. Биыл Аққайын ауданының шаруалары жалпы аумағы 110 000 гектардан дәнді және бұршақты дақылдарды жинап алуы тиіс. Осы күні 65 000 гектарында сары алтын құлатылып, оның 85% бастырылды. Аудан бойынша гектарынан орташа 15 центнер өнім алынуда. Дәнді дақылдармен қатар аудан диқандары майлы дақылдарды да жинауда. Қазір 22 300-ге жуық гектары құлатылып, 3/1 бастырылды. Орташа гектар берекелігі 8 центнерден айналуда. Бұл күні Ерік Сұлтанов Мағжан Жұмабаев ауданында да болып, егін жинау науқанының қалай жүріп жатқандығын бағамдады.